Сәлем қыздар, бүгін сіздерге пирогтың ыдысында пісетін өте ерекше дәмді тамақтың рецептісін көрсететін боламын. Ол үшін біз 1,5 килограмм картошкамызды алып аламыз. Сол картошкамызды жуып, сыртын ашып, тазалап, осындай бірнеше бөліктерге бөліп, үстіне бірдей етіп салқын су құямыз. Одан кейін газдың астын жағып, қатты отта пісіріп алатын боламыз. Картошкамыз пісіп жатқан кезде 2 штук пиязымызды турап, 4 бұрышты етіп, ұсақтап тураймыз. Соны майға қуырамыз. Көп майды қосып қажет емес, өйткені фарштың да майы шығады. Сол үшін мүмкіндігінше аз ғана сұйық майды құйыңыздар. 0,5 килограмм фаршымызды саламыз және қуырамыз. Қақпағын ашып отырып қуырсаңыздар болады, жауып қуыру маңызды емес, және астын қатты отта қуыра беріңіздер, өйткені тез піссе жақсы болады. Ұзақ ұстаудың қажеті жоқ. Одан кейін 1 кружка немесе 1 үлкен кесе ыстық суға 1 ас қасық томат саламыз, және сол томатымызды ерітіп аламыз. Қуырылып жатқан фарштың үстіне құямыз. Фаршымызға тұзымызды, бұрышымызды барлығын саламыз. 1 шай қасықтан тұз, қара бұрыш салып шығасыздар. Суды құйғаннан кейін ғана барып, газдың астын ақырын отқа қойып қоясыздар. Солай кішкене ғана суымыз тартылғанша 10-15 минуттай фаршымызды ақырын отта пісіріп аламыз. Одан кейін біздің картошкамыз дәл осы аралықта пісіп қалады. Піскен картошкамыздың суын 1 кесе су құйып аламыз бөлек ыдысқа. Қалған артық суларын төгіп тастаймыз. Үстіне жаңағы алып қалған 1 кесе суымызды бөліп құйып отырамыз. Біздің картошкамыз езген кезде, жеген кезде өте нәзік, жұмсақ болып тұруы керек, құрғақ болып қалмауы керек. Сол үшін міндетті түрде үстіне суын құйып отырып, езіп алатын боласыздар. Және сары майды қосамыз. Картошкамызға сары майды міндетті түрде қосамыз. Сол кезде тәтті дәм беріп тұратын болады сары май. Осы картошканы езіп болғаннан кейін 1 кесе сүт құясыздар. Қатты сұйық болып кетпеу керек. Сол үшін барлығын бірден құйып жібермеңіздер. Бөліп құйып, өзіңіздің картошканың жұмсақ пюресі дайын болғанша жақсылап, көз мөлшермен жұмсақ қоймалжың пюрені дайындап аласыздар. Картошкамызды езіп болдық. Енді осыны форманың ыдысына саламыз. Яғни форманың ыдысына салатын кезде астына осылай пергаментный қағаз төсесеңіздер болады, немесе еш нәрсе төсемей бірден салып орналастыра берсеңіздер болады. Ешқандай ағып кету болмайды. Өйткені біздің картошкамыз оны ұстап қалады. Енді дайын болғаннан кейін картошкамызды осыған орналастырамыз. Барлығын бірден орналастырмаймыз, тек жартысын ғана орналастырамыз. Одан кейін піскен фаршымызды осының үстіне саламыз. Фаршымыздың барлығын орналастырамыз, ішіндегі сұйықтығымен бірге орналастырамыз. Үстіңгі бетіне тағы да картошкамен жабатын боламыз. Құрметті достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Өйткені менің каналымда өте оңай рецепттер бар, және ерекше тағамдардың түрлерін көре аласыздар. Ішіне кіріп, видеоларды қарап шықсаңыздар болады. Одан кейін дүкендегі кез келген сырды қосып теркадан өткіземіз. Осының бетіне барлығын төсеп орналастырамыз. 100 грамм бізге жетеді. Одан кейін үстіне үйде аскөк болса, әсемдік үшін аскөкті сеуіп қойсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Бұндағы мақсат біздің бетіндегі сырымыз ерісе болды. Көп ұстаудың қажет жоқ, өйткені барлығы пісіп тұр. Біздің ыдысымыз ыстық болады, қолдарыңыз күйіп қалмас үшін осылай майлықтың көмегімен ыдысымыздан босатып аламыз. Одан кейін кесіп, кез келген формада осылай торт секілді қылып кессеңіздер де болады. Тәрелкемізге орналастырып, осылай ұсынсаңыздар өте керемет және ерекше болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.